Ад-дүния сижнул муъмини ва джаннатул кафири. Бұл дүние мұсылмандардың түрмесі де, кәпірлердің жәннаты дейді. Кәпірлердің жәннаты. Бір ұстаз шәкірттеріне бір керемет оқиға айтады да. Бір кісі орманда жүгіріп бара жатыр, бір үңгірге құлап кетті дейді. Сол үңгірге құлап бара жатыр, бір ағашқа қол ілініп қалды дейді. Сол ағаштан ұстап үлгерді дейді. Төменге астына қараса, арыстан аузын ашып жатыр дейді. Арыстан аузын ашып жатыр дейді. Сосын ағашты ұстап тұр, төменге қараса, арыстан аузын ашып тұр. Бір ақ тышқан мен қара тышқан келіп, ана ағашты кеміріп бастады дейді. Кеміріп бастады дейді. Сосын сол жағына қарады, бір шетінде араның салған бал ұясы бар екен. Тәтті ағып тұр. Анау сол адам араның бал ұясына қарап, еткен мына бал тәтті. Осы балдан бір алып дәмін татсам екен ғой деп, сондай ойға шомылып кеткені соншалықты дейді. Астында арыстан аузын ашып күтіп тұрғанын мына жерде тышқан кеміріп, ол кеміре берсе ол ағаш үзіліп түсетінін ұмытып кетті дейді. Адам баласы да сондай бұл өмірде дейді. Азғантай уақыт ұстап тұр ананы. Үзіліп кетеді. Бір сағатқа жетер жетпес. Адам да сондай аз уақытқа келді. Ақ тышқан мен қара тышқан біздің күндізіміз бен түніміз екен ғой. Жеп жатыр біздің өмірімізді. Біздің өмірімізді жеп жатыр. Күн түн өтіп жатыр. Бір уақыт анау астымызда бетіп аузын ашып тұрған арыстан бұл ажал екен ғой. Ал анау көзімізге әдемі бал болып көрініп жатқан нәрсе бұл дүниедегі қызық екен ғой. Бұл дүние қызық. Абай атамыз айтады ғой. Қу дүниенің тіршілігіне ынталымыз дейді. Құлшылыққа келсе бітпейді сылтауымыз. Намазда қаза болған бабалардың намазы қаза болған ұрпағымыз. Бабаларымыз намазда тұрып сәждеде жүріп жан тапсырып кетті да. Біз намазы қаза болған